Ассалаумағалейкум, қадірменді кілем жуу қауым. Бүгін міне Сарыағаш қаласында кілем жуу Данияр кілем жуу орталығында басшы Жәкең Жанболат деген жігіт. Біріншіден сізді осындай үлкен жетістікке жетіп, Миссион Макина деген Түркияның профессионалды кілем жуу құрылғысын алып келіп жатқаныңызды құттықтаймын. Сізді құттықтаймын. Қасымызда Рефик Бей, Миссион Макина директоры, Миссион Макина заводының директоры өзі келді. Өйткені Қазақстанға алғашқы болып сатылып жатқан конвейер машина. Бұл оборудованияны, Жәке, сізді бір-екі сұрақ қойайын. Алу себебіңіз, неліктен сіз бұны алдыңыз? Алу себебіміз даму, халыққа қызмет көрсету. Халыққа қызмет болғанда да сапалы. Енді балдарды шаршамау отырады. Дұрыс. Енді алдында сіз роторный машинамен жуып жүрдіңіз, 1000-1000 квадрат жаз айларында жуады деп естіп жатыр. Қазақстан мұны біледі. Енді бұл оборудование алғанда сол кезде бір жағынан жұмысы да оңайлату ғой. Жеңілдету. Мысалы былай ғой енді айтайын. Балдарға жаңа машина күніне келгенде. Мысалы азан 9-дан кешкі 9-10-ға дейін жұмыс істейді. Оңай емес мына бүйректі алып тастайды. Енді бір жағынан да сапалы халыққа қызмет даму керек қой, бір жерде тұрмаймыз ғой. Қашан ротормен жүріп жүресің. Егер адам мысалы сеніп, клиенттер саған сеніп алған екен, даму керек. Әлі тоқтамайды. Өсу керек, өну керек. Енді кілем жуатындармен мен көп сұхбаттасам, олардың айтатыны проблемалары жұмысшы тұрмайды дейді. Керек шығып кетеді дейді. Өйткені жұмыс ауыр. Ал енді мына оборудованияны алдық, қазір адам мына жерде бір жігіт бар, соны шақырып жүрейік. Жақында? Бәке келіңіз. Бәке. Бағана мен байқадым, қолыңыз осылай. Сосын былай тұрсыз, оборудование қарап. Bir kelin sürgende bir жұмысыңыз жеңілдеп қалған сияқты. Өзіңізде жақында оборудование алғаннан бері қалай жұмыс жеңілдеді ма? Жеңілдеді жақсы. Бұрынғыдай көп бел ауырмайды. Жұмыс тез. Сапасы жақсы. Бұрынғыда қолың аяғың су болмайды. Ауыр көтермейсің. Ауыр көтермейсің, аппаратпен не алмайсың. Тек қолыңмен ғой. Виза боласыздар. Рахмет. Енді неге біз бүгінге дейін Миссион Макинаны сатпай, осы жылы Миссион Макинамен жұмыс істеуге бастадық. Біріншіден сапасы өте мықты, екіншіден заводтың егесі Рефик Бей өзі жұмыстың артында бағана біздей уайымдап, оборудованиясының бағана дұрыс келуі, дұрыс құрылуы, қолданатын адам дұрыс қолдануы, сол жағын бәрін организовать етіп, өзі ұшып келіп жатыр. Рефик Бейде бір-екі сұрақ қойып, біріншіден Қазақстана қош келдіңіз. Tekrar. Қазақстанды өте ұнатып жатыр, қазақ халқын, қазақтың үлкен кілемдерін көріп таңғалып жатыр. Екінші сұрағымыз, Рефик Бей, hangi ülkelere bu makineleri veriyorsunuz siz? Dünyanın herkesine neredeyse veriyoruz. Genelde Arap ülkeleri, Avrupa ülkelere veriyoruz. Kazakistan'daki ilk makinamız, Rusya'daki bir tane makinamız var. Önümüzdeki dönemde bütün dünya makineleri vermeyi planlıyoruz. İnşallah. Refik Bey'in aytığı boyunca бүкіл дүние жүзіне біз бұл оборудованияларды беріп жатырық. Көбінесе Араб мемлекеттері, Европа мемлекеттері, Россияға да бердік. Түркия, ең көп Түркияға сатылды әрине. Одан кейін Қазақстанға бұл бірінші оборудованиямыз дейді. Иншалла бұдан кейін бүкіл Қазақстандағы кілем жуатын фирмалар көріп, танып, осы оборудованияны қолданады деген үміттеміз. Рефик Бey, fabrika olarak, Misyon Makine olarak kaç senelik bir fabrikasınız? 9 senelik fabrikayız. Türkiye'de 600 tane, diğer ülkelerde de 100 tane. Toplam 700 tane makinamız var. 500 tane sıkma makinamız var. 100 tane de toz silya makinamız var. Toplamda 1200'e yakın makinamız var çiftlerinde. Maşallah. Türkiye'nin içinde 600'e жуық осындай оборудование қойылған, сатылған, яғни кілем жуушы фирмаларға 100 оборудование да шетелге сатылған. Шан сығатын, бұл оборудованияның бәрін есептеген кезде бүгінге дейін 9 жылдың ішінде 1200 оборудованияға дейін сатқанбыз дейді. Осы жерден бұл компанияның, бұл заводтың үлкен тәжірибесі, кілем жуу саласында үлкен тәжірибесі бар екенін көруге болады. Енді тағы да бір-екі сұрақ Жәке. Рефик Бей, siz kaç gün oldu buraya geldiniz Kazakistan'a? 6. gün. Mine осы жерде Сарыағашта Жәкеңнің қонағы болып жатыр. Biz енді Алматыдан келіп жатырмыз, Түркиядан келіп жатыр, Сарыағаш қаласында. 6 gün ішінде енді сіз көріп отырсыз, бір-екі күн енді құрғанында кетті. Бір-екі күнге тоқым қостық, канализациясын қостық,
Бағана настройкасын жасадық, жинадық. Енді 4-5 күн жуыватсыз. Өзіңіз енді сапасына көңіліңіз болып жатыр ма? Бір шындықты айтсаңыз. Сапа бойынша жақсы, көңілден шығып жатыр. Енді басында бір-екі күн не болды, кейін екінші күн. Жақында дауыс жақсы естісіз. Қойған кезде, мысалы кілемдерді біз ойладық, паласты жуамаймыз деп бұда. Рефикбей көрсетті, қалай жуу керек екенін, жеңіл жуу. Обычно паласты жерде де жуамайсың. Айналып кетеді, себебі төрт жағынан төрт бола тұрады. Өйтіп айналғаннан кейін жақсы жуылмайды. Проблема содан басталды. Қоғым, ойшаң, оянау, ойнау деген. Алмада бір өзінің секреттері бар екен, сонымен жудық, әдемі шықты. Палас жуылды дегеннен кейін кілем проблема емес. Так жуылады. Так жуылады, иә. Качество жағынан не жоқ, әңгіме жоқ. Енді көбісіне мынандай сұрақ қызық болатын шығар енді. Көбісі енді түркше біле бермейді. Бізді білмейтіндер бар, білетіндер бар. Түркиядан зат алып келу қиын деп ойлайды, алдап кетеді. Ақшам ояққа барған соң оборудование келмей қалады деген сұрақ бәрімізде болады. Өйткені арзан бір оборудование емес, қомақты бір сома, қомақты бір ақша болған соң бәрі уайымдайды. Жәкең сізде де болды ғой. Қазақ болғаннан кейін болады ғой. Аз ақша емес, бірақ енді біз сізбен телефонмен бір 3-4 жыл таныспыз. Жақында Жәкеңмен өзіміз Түркияда таныстық. Екі қазақ Түркияда таныстық. Ақшаңызды былай айта кетейік, бір кішігірім бір задатық бердіңіз сіз. Кішігірім, көп емес, кішігірім задатық бердіңіз. Сосын біз ол ақшаны заводқа, миссион заводқа жібердік, задатықты. Қанша күнде? 45 күннің ішінде дайындалды. Нормалда қанша күнде сипариш алдық sonra bunu yapıyorsunuz? 30 günde 45 gün arası. 30 бен 40 күннің арасында сізге арнайы сіздің размеріңізге, сіздің қалаған комплектацияңызға, функцияңызға, комплектацияға байланысты сізге арнайы оборудование жасалады. Қаласаңыз 10 четко, қаласаңыз 20 четко, қаласаңыз 8 четко. Ол сіздің қалауыңыз. 3 қатап, 4 қатап. Ол неге байланысты? Четканың көп болуы, сапаның жақсы болуына байланысты емес. Четко көп болса, соғұрлым сіз көп крем жуасыз деген сөз. Бұл объемға байланысты мысалы. Енді Жәкең задатқысын берді бізге, сеніп, кішігірім бір ақша берді. Біз тұрсақ ол ақшаны жібердік. 30-40 күнде бұл оборудование дайын болды. Қалған ақшаны Жәкең бізге берген жоқ. Өз фирмасының атына тікелей өзінің ИП Данияр, ИП Рамазан. ИП Рамазанна тікелей заводқа қалған ақшаны аудардыңыз. Заводқа ақша түсті, 45 күн өтті. Бір күннен кейін, как раз ол кезде ертесі күні мен өзім ол жерде болған транспортный компанияны таптық. Өйткені баяғыдан біздің жұмыс істеп жатқан транспортный компанияларымыз бар, бізді танитын, жақсы баға берді. Ертесі күні тиіп, біз Қазақстанға бағана КамАЗды, фураны шығарып жібердік. Қанша күн, неше күнде келді? 20 күнде келді, ровно 20 күнде келді. Қыстың өзінде, қыс ауасының өзінде, енді біз 20 күн деп айтпаймыз, орташа 25-30 күн деп айтамыз. Жолда әртүрлі жағдайлар бар, погода бар, ауа райының қолы несі бар бағана деген сияқты. Сол үшін 25-30 күн дейміз, бірақ 20 күнде келді. Одан кейін неше күнде сіз растамашка жасадыңыз? Бір күнде. Бір күнде. Бағана біз кейбір процедураларды айттық, оңай жолдарын, қай жерден бағана ақшаны үнемдеуге болады, олардың бәрін түсіндіреміз алғашқыда. Бір күн ішінде не болды? Түсірдіңіз. Түскен кезде Жәкең айтты, біз дайынбыз деді, біз Түркиядағы билетті сатып алдық. Сатып алған соң келді, Шымкенттен күтіп алдыңыз, Сарыағашқа алып келдіңіз. Сатып 2 күннің ішінде істеді, 3-4 күн сіздерге практика жүргізді. Ең керек нәрсесі осыдан үйренді. Осы кісіге бұл өзі уақыттың басы. Біз мысалы мынаны білмейміз. Қай жерде не қалай жүру керек. Егер бұл кісіге келмесе, біз паласты әр жерде жуатырмыз. Действительно сондай болады. Қорқасын, айналды жіберіп, қойшы тыныштық керек. Есінде паласты жерде жуатырмыз. Жәкең мен ойлаймын, менімен таныспағанда әлі сіз жерде жуатырмыз. Болды. Рефик Бей тағы да айта кетейік. Рефик Бей, сіз Түркияда қаш жылдық механика машинасыз? 20 жыл. Түркияда Рефик Бей 20 жылдық крем жуатын өзінің фирмасы бар. Яғни 20 жылдық тәжірибесі бар. Бір жақта мен өзім де қуаныштымын. Рефик Бейдің партнерымын, миссион макинаның егесі, директоры, әрі миссион макинаның партнері болғандықтан білмеген, менің де мысалы бұл салада 7-8 жылдық тәжірибем бар, бірақ менің білмеген тәжірибемді мен Рефик Бейден сұраймын. Ертең мысалы Жәкең маған хабарласады, немесе сіздер хабарласасыздар, мен білетінімді сіздермен тегін бөлсем, білмеген нәрсені мысалы мен Рефик Bey'den sorayım. Refik Bey, mesela benim müşteriler benden bir şey sordu. Sen de benim ortağımsız. Ben de senin 20 yıllık tecrübeni ben de kullanabilirim. Evet, Doğru mu? Tabii ki. Ya, her kaşan bizge көмектесуге дайын. Сондықтан, Жәке енді сіз жалпы немен жұмыс істегеніңізге, менің фирмаммен, біздің фирмамызбен
Айтайын мен енді. Қуаныштысыз. Ерекеңе біріншіден Алла разы болсын. Үйінде Түркияда 5 күн ішінде қонақта болды. Қонақ күту жағынан білесіз, қазақтар алдында, ол жағынан не проблема шықпады. Алып жүрді, әкелді, полный. Ерекеңе Алла разы болсын, рахмет. Заводқа барды. Заводқа бардық. Заводтарды көрдік. Банкте ақшаны мысалы жібердік, одан кейін сіңа деп қолына бердік. Деген нәрселер бар. Иә, бәрі келісімшартпен болды. Ешқандай алдау, арбау деген нәрсе жоқ. Бәрі себебі өз көзіңе көрініп тұрғаннан кейін, оның несін ар жағынан қаза бермесін. Иә. Осы бәрі өз уақытында келді. Уақытында келді. Ешқандай задержка, ешқандай. Мысалы былайда мынаны көріп заводта келгенде тура осыны көрдім ғой. Осындай болды. Мысалы басқа бір шешіп алу, болмаса басқа бір жетпеу, тағы да бір нәрсе счетқа жетпей қалу деген нәрсе болған жоқ. Бәрі көргенде тура сол. Ал енді тағы қысқаша жеке. Біз бұны басында білген жоқсыз ғой. Қосымша мыналарды ала келдік ке. Оборудованияның дұрыс жұмыс істеуі үшін осы жерде қосылады әлі. Әлеге өшім. Мынандай компрессор алдық, 500 литрлік. Осы емес па? 300 литрлік компрессор алдық. 8 бар. 8 бар. Двухпоршневый моторы. Одан кейін судың давлениесі аз болғандықтан мынандай насос несімен баған давлениесімен. Одан кейін дополнительный алып, осы екеуін алдыңыз, иә? Я, бұлар Қазақстаннан табылады, бірақ көбінесе бізге Қытайдан немесе Ресейден келеді. Сондықтан Түркиядан тексерілген, сапалы, біз білетін ені миссион заводтың өзінің айтуы бойынша біз бұлар сапалы. Мына компрессор завод өзі қолданады. Өзі тексеру үшін. Мына насос тоже самое. Бұл да өзі миссион макина қолданады да. Басқа жерден алсаң, бізде де бар бұл, бірақ жетпей қалуы мүмкін, суы, анау, мынау деген сияқты проблемалар шығады. Сол үшін сондай проблема болмас үшін бәрін оптым, бәрін бір жерден алып әкелдік. Құдайға шүкір қазір қостық, міне жұмыс жасап жатырмыз. Енді, бұлар әрине бұл оборудованияның бағасына кірмейді, бұл бөлек сатып алынатын зат. Оны кейінірек айта кетеміз. Енді, жігіттер дайынсыздар ма? Ал енді мына көбісіне қызық оборудованияны қосайық. Бұны Түркияда неше түрлі видеолар түсіргем, енді Қазақстанда түсірейік. Бұл жерде, жеке, білесіз, таңертең келесіз, тек қана старт деген бір кнопканы басасыз. Міне. Бұны мен орысшаға, арнайы түркшеден орысшаға аударып қойғам өзім. Енді қазақшаға да аударамыз, қиын емес, қазақшаға да аударып берем. Міне, старт, щетка, назад, вперед, шампунь, қанша минутта, қанша секундта, қанша су береді. Иә. Мысалы аярлар деген бар енді. Мынаны бассаңыз, меню деген сөз. Иә, автоматическое время ополаскивания, время подачи воды и время подачи моющих средств. Осылардың бәрінің өзін қай уақытта тоқтайды, қай уақытта қанша литр шампунь керек, қанша су керек, бәрін полный контроль жасай аласың. Программировать етесіз, өте оңай нәрсе. Енді қазір қосамыз, құдай қаласа. Енді тек қана таңертең келесіз, бір-ақ рет қана стартты басасыз. Болды. Оборудование даже өшірудің де қажет жоқ, оны да көрсетем. Міне. Кранды аштық. Міне, клем кірген кезде автоматически щетка өзі жұмыс істейді. Скорості ештеңке қасудың қажет жоқ. Скорості кішкене азайтыңдар, маған асықпай жүрсін. Енді скорості клемнің ұзындығына байланысты қойылады. Клем ұзын болса жай жуылады, клем автоматически өзі қосылады. Қалай қосылады? Мына жерде датчиктері бар. Клем енді өте кір, видеода дұрыс көрінбейді, бірақ қатты кір клем. Енді қараңыз, мына жерде 8 щетка негіз жеткілікті, енді мына жерде көп клем жуылады деп біз 10 щеткалық жасаттық. Сарыағашта енді 1000-1000 квадрат жуылады. Бұл оборудование негізі 8 щеткамен 1000-1000 квадрат жууға болады, дұрыс жаса. Шампунь мына жерден беріпті. Мына жерде шампунь. Өзі беріп, өзі тоқтап тұр. Тоқтады. Қайтадан қосылады шампунь. Енді мәселе бұл жерде мына щеткаларың сіздің қазір жұмыс істеп тұрған жоқ. Тоқты құртып жатқан жоқ. Ал енді бұл щеткамыз қашан жұмыс істейді? Автоматтық түрде өзі қосылады. Бағана ақылды оборудование. Клем мына щетканың астына келген кезде ғана қосылады. Қазір көресіздер. Клем щеткаға жақындап қалды. Оны көретін сенсорлеріміз, датчиктеріміз бар. Оборудование полностью бағана қосылды, көріңіздер. Клем жақындаған кезде ғана қосылды. Енді мына жерде шаю процесі. Мына клем біткен кезде, мына клем шайылып біткен кезде, мынау шаятын щеткаларымыз да тоқтайды.
тоқтады, сізге көтерілді. Неге? Өйткені кілем бітті деген сөз. Астынан да су береді, жанынан да су береді, мына жағынан да су береді. Бағана гидрофорды көрсетіп қана соқта. Енді, Көшірейін ба? Аппаратты? Жоқ, түсіре берейік, міне. Қыс болған жағдайда ма, суық болған жағдайда, мына жер сарыағаш болған соң не утеплено. Кей кезде сарыағашта да аяз болып кететін күндер болады, сол кезде ондай сұрақ болады да. Қыс ауасын жуған кезде мына қалған трубада қалған сулар қатып қалуы мүмкін, одан жарылуы мүмкін. Сондай болмас үшін мен сол көшіріп жүргенде сұрақ қойдым инженеріне. Ол кісі айтты, суды поточный суды жабасын, үйдесінде мынау атмосфера ауа береді. Ауаны берген кезде мына жақтағы мынау полный щеткадағы сулардың бәрі, системадағы судың бәрі, фильтрдегі судың бәрі компрессор айдап шығарады. Одан құрғақ болады, ол қатпайды. Бұл оборудованияның қаншалықты профессионалдық екенін, сапалы екенін мына жерден көрсетейік. Бәрі бағана датчикпен жұмыс істейді. Мынау пневма, мынау датчиктің барлығы өзі автоматика. Ақаннан кейін автоматика алу керек. Міне компьютеризировано, да, в общем. Все, ар жағында көрсетіңіз. Енді Mitsubishi, мына жерде қолданғандардың бәрі Mitsubishi. Mitsubishi. Мынау пистачтегі нелері барлығы сапалы. Mitsubishi, мынау Ноншын бағана немістің, жапонның нелерін қолданған. Мына бәрі японский. Mitsubishi. Бұның тағы бір ерекшелігі мынау. Щетканы теріс оң айналдырып алады. Оңға солға бұны айналдырып алады. Реверс бар. Қазір оң айналады. Bir күні понедельник оң, вторник сол деп ауыстыра бересің. Оңай. Сонда щетка жатпайды. Реверс бар. Енді тағы да мына жерде бір мәселе. Енді тележканы алып келсек, тележканы көрсек, соншалықты сапалы жасаған. Мынау аварийный жағдайда мысалы оңға солға, артқа алдыға беруге болады. Оборудованиеда артқа алдыға да беруге болады. Бір жағдай болып қалды, кілем қысылып қалды дегенде. Енді қараңыз, ар жақтың бәрі көбік қой бізде. Мына жақта шайып жатыр. Соншалықты таза шайылған былай көрсетейік. Мына жерде ешқандай көбік қалмаған қазір көрсетеміз. Бірінші көбікті көрсетейік. Міне, қандай көбік бар екен. Міне, шампунымыз өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Ал енді мына жердегі көбікті қараңыз. Екінші рядта щетканың. Енді мына жаққа келген кезде мына жерде қаншалықты таза екенін қазір көреміз. Мына жерде уже көбік жоқ. Қазір мына щетка бері қарай өтсін. Бұл де белгілі болады. Жанынан да су құйып жатыр, астынан да су құйып жатыр, артынан да су құйып жатыр. Мынау как келдің сияқты ғой келді. Давление келсе сияқты, жақсы давление беріп жатыр. Себебі атмосфера жақсы беріп жатыр да ауа. Мынаның бәрі сенсор, судың бәрі. Мына жәке, мына жерде қараңыз. Бірде бір көбік жоқ. Көбік жоқ бұны. Вообще көбік жоқ. Тас-таза. Аласын бір ора көресің болды. Ешқандай көбік қалмайды. Өйткені мына жерде айналып жатқан екі щетка бүкіл көбікті шашты айдап отырады. Мына осылай судың бәрін ағып жібереді. Көбіктің бәрін осылай ағып жібереді. Енді мынаны тағы да айта кететін мәселе. Мына жерді көрсет, миссион. Миссионның өзінікі. Бұл енді нержавейка. Подарок жүреді. Оборудование как комплект. Соншалықты сапалы жасалған. Жанынан түсірсеңіз де болады. Қараңыз, қаншалықты қалың нержавейкадан жасалған. Бәрін көрсетіңіз. Енді мыналарды көрсетіңіз. Қараңыз. Мына жерден түсіңіз, үсті жаққа. Мынау үлкен ауыл кремдер оңай айналым үшін жасалған. Міне, қолмен де көрсетсем болады. Подшипниктен сатылған. Енді өте сапалы деп айтуға болады. 70-80 килограммнан. Сосын
дополнительно не кіреді комплектке? Аз. Ya, bırakın gelin bir tonla sürsem bu yerine Кілемді неғылуға қойып айтқанда ana itті, мысықты, isi var kremlerde o жерге отдельно замачивать етуге болады. Иә, иә. İçine химикат құйып, bir күнге, жарты күнге кремді қойып қоюға болады да. Соған жақсы мынау. Кейбір кремдер. Енді жалпы осындай жеке қалай енді ризасыз ғой главное. Алла разы болсын, қызмет етсін халыққа. Бізде осыдан пайда табайық, береке болсын. Иә. Мен не деймін? Жұмыс істейік. Болды. Берекеге рахмет. Рахмет сізге. Жақсы.